сәлем достар, сіздермен бірге топ эмоджи. Бүгін видеода алдыңғы аз мышление туралы айтатын боламыз. Как видите, бұл жерде бәрі өзгеше, өте қатты өзгеше емес. Самый мені қатты неткені, мысалға қалай айтса болады, таң қалдырғаны, вот мына жерден көріп тұрғандарыңызды міне связан майыспен. Міне қараңыздар. Бұл жерде как-то айдандыруға болады. Қазіріңіз көресіздер. Вот. Ну, типа какой-то же путь. Здесь где-то магическую поверитесіздер, одан здесь қай жерде болсын. Обменять болады бір костюмға навсегдаға абсолютно болады здесь. Вот. Осы жерде кристалларға айдандырасыздар. Осы жерден осыларды бөлге бересіздер. И магический пультмен бар. Егер мынау түссе, бауыраны сол жағында тұрған, оң жағында тұрған. Вот сол магический пультмен тұрса, осы түссе, жер осы неге ауыстыра бастады. Вот. Мынаған. И далее здесь появится вот коллекционерында стрим. Бұл жерден подписка на мынау сол мировой стримдарды қарауларыңызға болады. Бізде подписки болады. И тут все спорт. Бұл ғана емес, джекпоттан Рафаэлдің орнына панда шығады. Панданың ішінде вот бұндай скин, потом мысыққа вот такой эмоция. Қазір шындарыңыз айтыңыз, қайсыңыз осы кодты алып жүрсіздер и еще вопрос, кім осындай эмоция қолданады? Либо қолданыстың эмоциясын айтыңыздар. Оружейный джекпотқа келетін болсақ, вот осындай болады. Ну, ауысып отырады ғой деймін, каждый обновление сайын. Біздің өзімізде оружиялар аз, бұдан қарағанда. Осыған қарай вот оңай болды. И инкубатор без изменений. Ал алмазный джекпот қараңыздар. Вот. Көрдіңіздер ма? Вот. Мен бұны бірлет крутить еттім, өткенде бір кісі тегін берген болатын. Так, бұл жерде не көріп тұрмыз? Вот. Бұндай скин дегенде бұл набор. Вот. Космонавт и тут деваха. Потом вот мынандай тоже сет. Суккуба деймін, не қылды. И менде мынау алдым өзімнің аккаунтымда бар. И мынау тоже бар. Мынандай наборлар көп қоссақ. Негізі маған ұнады. Өте тиімді. Мынандай керекті хрендарды алып тастады. Мен бұлардың бәрін қосатынына өте қатты сенімдемейсің. Вероятно. Алмазный джекпот, золотой джекпотта бұлар қоспайды. Бұл өтірік. Осы сияқты алмазный джекпотта өтірік болуы мүмкін. Бұл индонезиялық сервер. Бұнда бәрі өтірік мүмкін. Мұнда без изменения. Ал енді алмаздың, то есть магазинде отмениться магазин куптан мен пайда болады. Кім олд, сол білет, бұлар алмаздың джекпотта болған. Мына екеуі болған.
все остальное вы знаете. Жетон фафа. Бұл жерде өте қатты өзгерген жоқ. Все как есть. Нигерде де то же самое. Ну, мана сатуға болады дейді, бірақ бұл өтірік. Бұл тоже өтірік, өйткені бұл оружие да бізде бар. Бұның бәрі обман зрения деп айтса болады. Бұл да өтірік. Бізде бәрі өтірік. Тағы не айтуға болады? Кажись, я все рассказал. Хотя жоқ, бәрін айтқан жоқпын. События. Вот, бұл туралы айттым мен. Фамас бізде білесіздер оны. Бірақ мұнда күнде скидка болмайды. То есть скидка дегенде бесплатно шансы болмайды күнде. Ну, мына өтіп кеткен, может болмайды. Вероятно. Ну, тоже обычная нәрсе. А тут, возможно, болуы мүмкін 70 ал. Одан кейін play mode, play mode. 450 минут болуыңыз керек ойында или такое. И lootbox М60. Ну, золотой блестер ғой. 20 тонна блестер. И мынандай. А вот мынау болуы мүмкін. Осы болуы мүмкін. Мыналарды, кажется, ойынан жинайсыздар. Мынаны тоже. Ну, мынаны білесіздер. Андай зеленый яйцаны жинаған кезде де, и ана алдыңғы событияда кепка емес, шляпа. Ана сәтпен рюкзак алып тұратын кездегі событияда тоже сол сияқты жинайсыз. Какое-то время беріледі, 2 күн бір күн. Осында да жинайсыздар. А бұлар ойында кездеседі. Обмен етесіздер. Ну, осы арша остальное білесіздер, бәрі белгілі. Кстати, мына жерде мындайлар пайда болыпты, которые мына жерде есептейді. Айтпақшы, мында болып кетті. Бізде де болды ғой деймін, мына бізде барьер бар. Ну, осы сіздермен бірге болған Токимоджик, келесі кездескенше. Достар, бұл видеода обновление туралы кейбір жерлер абсолютно келмеуі мүмкін. Например, джекпоттағы сеттер, наборлар, как там их называют. Вот солар джекпотқа келмейді. Олар келмейді. Ал магический куб ол келеді, ол 100%. Кезген ютуберлерден сұрасаңыз болады. Айтқым келгені осы. Лайк басып комментарий жазыңыздар, достарыңызға осы видео туралы көрсетіңіздер. Және лайк басып подписать етіңіздер, қазақтың ютуб кішкене көтерейік. Егер сізде солай ойласаңыздар, лайк басыңыздар және комментарийға жақсы комментарий жазыңыздар. Келесі жолы видеоға шығармай жүрген себебі көп адамдар комментарий жазбайды және көріп жүрген жоқ просмотр. Осымен сау болыңыздар.